Лос-Анджелесте таңғы 3:30 шамасында жоғары қауіпсіздікпен қорғалған жүк көлігі бір донат дүкенінің алдында тоқтады. Екі күзетші ішке кіріп кеткенде, жүк көлігінің жолын бір көлікпен жол талғамайтын көлік бөгеп тастады. Қарулы, брондалған бетперде киген бірнеше бұзақы көліктерден шықты. Күзетшілер шыққан кезде, бұзақылар оларға қару кезенді. Жүк көлігінің жүргізушісі дереу Лос-Анджелес полиция департаментіне қарулы адамдардың қоршауында екенін хабарлады. Күзетшілердің бірі қаруын суырып үлгермек болғанымен, бір бұзақы оны атып тастап, кейін жүргізушіні де өлтірді. Бұзақылар көліктің есігін ашып, ішінен тағы бір күзетшіні сүйреп шығарды. Осы кезде полиция келіп, атыс басталды. Полицейлердің кәдімгі қарулары бұзақылардың автоматтарына төтеп бере алмады. Атыс барысында 4 полицей мен бір бұзақы қаза тапты. Қалған бұзақылар жүк көлігімен қоймаға қашып кетті. Рэй есімді банда басшысы күзетшіні атқан босканы сөкті. Рэй бандаға жүк көлігін жөндеу қажет екенін айтты. Көліктің есігін ашқанда, Энсен оның жағдайын сұрады. Рэй полициядан 4 адамды өлтіргендерін, енді оларды итше аңдитынын айтты. Оқиға орнына детектив Ник О'Брайен келіп, шериф бөліміндегі қызметкерлермен сөйлесті. Олар өлтірілген бұзақының жанында тұрған еді. Полицейлер көліктің бос болғанына таңғалды. Ник бұл әрекетте бір жоспар жатқанын айтты. Осы кезде Боско көшенің арғы жағынан бұл кездесуді суретке түсіріп жатты. Кейін ол суреттерді Рейға көрсетіп, басты детективтің Ник екенін айтты. Рэй оған Никин аса ауыр қылмыстар бөлімінің басшысы екенін жеткізді. Жүк көлігін алдыңғы түні жүргізген Донни Никтің суретін көріп, банданы тастап кетті. Ник пен оның әріптестері істі тергей келе, бұл ішкі адамсыз жасалуы мүмкін емес екенін анықтады. Олар Рейді күдікті ретінде қарастырды. Өйткені ол 8 ай бұрын шартты түрде босатылған еді. Донни түнде бармен болып жұмыс істейтін. Бірде ол Федералдық резерв банкі қызметкерінің куәлігін барда ұмытып кеткенін байқады. Ол куәлікті кассаға салып, Рейдің бандасындағы Макқа барды. Сол барда отырған Ник Доннимен сөйлесіп, барға кімдер келетінін сұрады. Донни барға барлық адам қылмыскер де, полицей де келетінін айтты. Донни ауысымын аяқтап, көлігіне кетіп бара жатқанда, Ник көліктің терезесін қағып, оны есінен тандырды. Донни белгісіз бір жерде оянды. Қонақ бөлмеге кіргенде, Никтің тобы мен 4 әйелді көрді. Ник оған Реймен кездескен сәтінің бейнебақылау суретін көрсетті. Детектив Гас Доннидің автокөлік ұрлығы, адам өлтіруге оқталу және Калифорниядағы ең жоғары жылдамдықтағы айыппұл бойынша сотталғанын айтты. Ол егер тағы бір рет қателессе, түрмеге қайта оралатынын ескертті. Донни өзін тек жүргізуші екенін, банды жайлы ештеңе білмейтінін айтты. Ник оның қолындағы татуировкаға назар аударып, бұл қылмыскерлерге екінші мүмкіндік бермейтін, оларды бірден ататын полицей тобы екенін түсіндірді. Ник Донниден сен сияқты қорқақ неге осындай қауіпті топтың ішінде жүр, деп сұрады. Донни өзін тек жүргізуші ретінде таныстырды. Ник оған банданы бақылап отыруды, хабарласқанда міндетті түрде жауап беруді бұйырды. Осы уақытта Рейдің бандасы Лос-Анджелестегі Федералдық резерв банкін бақылап жүрді. Рей бұл банк бұрын соңды ешқашан тоналмағанын, 53 сәтсіз әрекет жасалғанын айтты. Сол себепті, дәл осы банкты тонау оның мақсаты еді. Полиция бөлімінде офицерлер Рей, Энсен, Донни және Боско барлығы бұрынғы теңіз жаяу әскері екенін анықтады. Офицерлер соңғы 10 жылдықтағы барлық тонау әрекеттерін зерттей келе, Рей түрмеде отырған кезде ешбір үлкен қылмыс болмағанын көрді. Ник бұл істі ашу арқылы барлық шешілмеген істерді жауып тастауға болатынын айтты. Рей мен тобы қоймаға оралды. Рей банк күн сайын ескі немесе жыртылған ақшаларды сағат 4 пен 5 аралығында жойып отыратынын, оларды қалдық ретінде тасымалдайтын компания алатынын түсіндірді. Ол $100 банкноттарды санау бөлмесіне күн сайын кемінде 30 миллион түсетінін айтты. Рейдің жоспары осы ақшалар жойылмай тұрып ұрлап кету. Өйткені ол кезде бұл ақшалар ешкімге тиесілі болмайтын еді. Донни банк қызметкерлеріне тамақ таситын қытайлық жеткізу қызметіне жұмысқа тұрды. Бір күні ол банкке 2 дорба тамақпен кіріп, бірін асханаға апарды, ал екіншісін әжетханадағы желдеткішке жасырды. Кешке Рей мен тобы мейрамханада тамақтанып отырғанда, полиция келіп қалды. Ник Рейдің үстеліне жақындап, Доннимен сөйлесіп, оларды бұрын спорт залында көргендей кейіп танытты. Қоймада Рей Доннидің полициямен байланысы барынан күдіктене бастады. Донни жоққа шығарғанымен, Рей оған қару кезеніп, Никпен қайдан таныс екенін сұрады. Донни мойындап, Ник оны ұстағанын және банданың бәрі жайлы білетінін айтты. Осыдан кейін Донни Никті енді ешқашан көрмегенін айтты. Рей оған сеніп, Никке хабар жеткізуін тапсырды. Қарақшылық осы жұма күні жүзеге асуы тиіс еді. Донни Никпен костюм дүкенінде кездесті. Ник мейрамханада не істеп жүргендерін сұрағанда,
Донни әңгімені басқа жаққа бұрып, тонау жұма күні болатынын, бірақ қай жерде екенін білмейтінін айтты. Кейін Ник Рейдің қызы жұмыс істейтін клубқа барып, оның өнерін тамашалады. Ол сахнадан түскен соң, Никтің құлағына бірдеңе сыбырлап айтты. Сосын олар қыздың үйіне бірге кетті. Келесі таңертең Рей келгенде, қызы қонақ бөлмеден жүгіріп шықты, ал Ник жейдесіз көрінді. Екеуі бір-біріне тесіле қарады. Үстел үстінде жатқан қаруды байқады. Ник Рейге қаруды алу туралы белгі берді. Бірақ Рей бұл арандатуға ермеді. Ол Никтің жанынан өтіп, жатын бөлмеге кіріп, есікті жапты. Ник көлігіне отырып, серіктесіне Рейдің қызы айтқан келесі тонау орнын хабарлады. Кейін Рейдің қызы оған айтқанын істедім деді. Тонау күні полиция банкты аңдып отырды. Бір фургон тұраққа келіп тоқтағанда, Рейдің тобы брондалған кеудешелер, бетперде және автоматтармен шықты. Олар банкке кіре сала, қауіпсіздік камераларын атып, барлығына отыруды бұйырды. Бәрінің телефондары алынып, қолдары байланды, бастарына қап кигізілді. Рей банк менеджеріне полицияға қоңырау шалып, олардан $30 миллион тікұшақпен жеткізуді талап етуін бұйырды. Тікұшақтың отыны толық болуға тиіс еді. Егер талаптары орындалмаса, әр сағат сайын бір тұтқынды өлтіретінін, ал полиция кірсе, бәрін қырып тастайтынын айтты. Көп ұзамай полиция мен ФБР банкке келіп жетті. Іште телефон шырылдағанда, Рей тұтқаны көтеріп, талаптары орындалама деп сұрады. Полиция офицері бұл бағытта жұмыс істеп жатқанын айтты. Рей ақшасыз қоңырау шалу бір адамның өліміне себеп болды деп жауап берді. Содан соң Боско бір адамды артқы жаққа алып кетті. Артынан оқ дауысы естілді. Полиция қайта қоңырау шалғанда, бұл жолы банк менеджері жауап берді. Ол бір адамның өлтірілгенін, енді әрбір артық қоңырауға бір өмір кететінін ескертіп, тек ақша дайын болғанда ғана қайта хабарласуын өтінді. Полиция офицері оларға 90 минут уақыт беруді сұрады. Рей келісті. Бұл туралы менеджер арқылы жеткізілді. Сыртта полиция банк картасын зерттеп жатты. Іштен жарылыс дауысы естілді. Олар бұл тонаушылар сейфті жарып жатқанын түсінді. Ник картаны қарап отырып, Тониден бір белгі не екенін сұрады. Тони бұл бұрынғы, қазір жабылған кәріз желісі екенін түсіндірді. Ник сол арқылы тонаушылар қашуы мүмкін екенін түсініп, банкке кіруге шешім қабылдады. Ол темір таяқты алып, банк есігін ашты. Ішке кірген Ник тұтқындарға жағдайларын сұрады. Ішінде тонаушылар болмады. Ник пен тобы қаза тапты делінген тұтқын тұрған жерге барғанда, бәрі спектакль екенін көрді. Қыз тірі еді. Көп ұзамай олар едендегі тесікті тауып, тонаушылар кәріз арқылы қашып кеткенін анықтады. Ник сол тесіктен киімдеріне ілесті. Мак есімді бандит Алмат қауіпсіздік компаниясының қызметкері болып қоңырау шалып, жүк көлігінің 2 минутта келетінін айтып, қақпаны ашуды сұрады. Рей мен Энсен Алматтың күзет киімін киіп, ұрланған жүк көлігімен келді. Көлік қайта боялған, аздап өзгертілген, түпнұсқасынан аумай қалған. Олар банк күзет қақпасына тоқтап, Федералдық резерв банкінің күзетшісіне жалған куәліктерін көрсетті. Телефон арқылы жүк көлігінің келетіні ескертілгендіктен, күзетші оларды күдіксіз кіргізді. Олар көліктен ақша толы 2 жәшікті алып, ақша санайтын қабатқа апарды. Бұл жәшіктер $100 кубюра бөлмесіне орналастырылды. Рей мен Энсен күту бөлмесіне кетті. Боско банк астындағы туннелде болатын. Рей оған Донни санау бөлмесіне жеткенін хабарлады. Боско электр жүйесіндегі қосқышты басып, банк ішіндегі жарықты бәсеңдетті. Бұл әрекет ақшаларды жоятын құрылғыны, камераларды және қозғалыс сенсорларын өшірді. Полиция күзетшісі ақша санаушыларға жүйенің уақытша тоқтайтынын айтып, үзіліс жасауды бұйырды. Қызметкерлер шығып кеткен соң, Рей Донниге рация арқылы жол ашық деп хабар берді. Донни $100 купюралары арасындағы қорап ішінде жасырынған болатын. Ол қораптан шығып, құлап кеткен ақшаларды қайта салып қойды. Осы сәтте банкке үнемі Қытай тамағын тапсырыс беріп жүретін әйел мейрамханаға қоңырау шалды. Ал тұтқаны Мак көтерді. Ол әйел 1 сағат бұрын тапсырыс берген тағамының әлі келмегеніне шағымданды. Мак қытайша акцентпен сөйлеп, тағамның келе жатқанын айтты. Сол уақытта банк ішінде полиция мен күзетшілер камералар мен қозғалыс сенсорларының жұмыс істемей тұрғанын байқады. Олар басқа бір күзетшіге барлық жәшіктерді тез арада санауын бұйырды. Күзетші санаушыларды асханаға шақырды. Донни ақша санайтын бөлмеде үстелдің астында жасырынып жатқан еді. Ол жоюға жіберілетін $100 купюраларын қара жіпті сөмкелерге салып жатты. Сосын бұл сөмкелерді қоқыс жәшігіне тастады. Сол кезде күзетші санаушылармен бірге қайта оралды. Рей Донниге қашуға белгі берді. Донни ауа өткізгіштің қақпағын ашып, ішіне кіріп, іштен жауып алды. Вентиляция ішінде Донни рациямен Рейге хабар берді. Ал Рей Боскода
жарықты қайта қосуын сұрады. Жарық қайта қосылғаннан кейін бәрі жұмыстарына қайта кірісті. Донни ауа өткізгішпен жылжып отырып, дәретхананың желдеткішін ашып, бұрын тығып кеткен тағамды алып шықты. Ол банктегі қызметкер барда ұмыт қалдырған рұқсат картасын пайдаланып, ғимарат ішінде қозғалды. Донни тағамды әлгі әйелге жеткізді де банктен шықты. Осы уақытта Доннидің достары банк қоқыстарын алып кетіп жатты. Олар бір компаниядан шыққан 2 бөлек қоқыс көлігімен келген болатын. Бұл бәрі алдын ала жоспарланған әрекет еді. Олар жолай кездесіп, бір-біріне бас изесті. Екінші жақтан Рэй мен Энсин күзетші көлігімен банктен шықты. Боско бір қоқыс көлігін артынан бақылап, Рейге орналасқан жерін хабарлады. Рэй қоқыс көлігінің алдына тоқтады, ал Боско артынан бөгеді. Ол жүргізушіге жүгіріп барып, қару кезеп, көліктен түсуін бұйырды. Боско рөлге отырып, көлікті айдап кетті. Артынан бүкіл топ ілесті. Ник қалада Рэй мен оның тобын іздеп жүрді. Ол жолда Донниді байқап қалып, көлігін тоқтатты. Алыстан Мак полицияның Донниді көлікке отырғызып жатқанын көрді. Ник пен оның әріптестері Донниді ұрып соғып, Рэй мен басқалар қайда екенін сұрады. Ақырында Донни бәрін айтып берді. Рэй мен оның тобы қоқыс полигонында болатын. Мак Рейге Донни ұсталды деп хабарласты. Бірақ Рэй тұтқаны қойып тастады. Ол Энсинге Донни мен Мак ұсталғанын айтып, екеуі көлікпен кетіп қалды. Ник Рейдің көлігін байқап қалып, оны көп жүрісті жолда қуа бастады. Ол детективтер Мерфи мен Барачоға орналасқан жерін хабарлады. Рэй артқа айнаны қарап, Никтің көлігі олардан 20 көлік артта келе жатқанын көрді. Гас Донниді көлікке кісендеп, Ник пен Тонимен бірге кетті. Мерфи мен Барачо да келді. Рэй, Энсин және Боско жүк көлігінен түсе бастады. Полиция жақындағанда Рэй бірінші болып оқ жаудырып, бір офицерді сол сәтте ақ өлтірді. Полиция қарумен жауап беріп, тыныштықты оқ даусымен бұзды. Екі жақтан оқтар көліктерге тиіп жатты. Боско мойнынан оқ тиіп жараланды, ал Рэй оған жауап ретінде бір офицердің тізесін атып жаралады. Рэй мен Энсин көшені бойлай жүгірді. Олардың соңынан Ник қуды. Никпен бірге жүрген полиция қызметкері жақсы көздеп Энсинді атып түсірді. Рэй бір тар көшеге бұрылып кірді. Артынан Ник келді. Ник Рейді атып ауыр жаралады. Рэй қаруын қайта оқтап, аяққа тұрып, Никке қарай оқ атты. Ник те қаруын оқтап, Рейдің кеудесіне оқ атты. Рэй жерге құлап, көліктің артына қарай еңбектеп барып, күртесінен тағы бір оқ салғыш алып шықты. Бірақ оның оғынан ештеңе қалмаған еді. Соған қарамастан ол қайта тұрып, бос тапаншасын Никке қарата көздеді. Ник өзін қорғау үшін Рейді тағы атып түсірді. Оның қаруы бос екенін білмеген еді. Ник көлігіне оралғанда Донни қашып кеткенін байқады. Ник пен Гас Рейдің көлігінен қара сөмкелерді тауып, ішін ашқанда олар жыртылған, майдаланған ақша екенін көрді. Кейін Ник Донни жұмыс істеген барға барып, оның мекен жайын сұрады. Бар иесі Доннидің 2 күн бұрын жұмыстан кеткенін айтты. Барда отырған Ник банк қызметкерлерін мойындарындағы карталармен байқап қалды. Сосын қабырғада ілінген футбол командасының суретіне көзі түсіп, онда Донни кейбір достармен бірге тұрғанын көрді. Бардан шығып келе жатып, ол банк ғимаратын көріп, барлық жоспардың артында Донни тұрғанын түсінді. Соңында Донни Лондонда бармен болып жұмыс істеп жүргені көрсетілді. Онымен бірге банк тонауына қатысқан, қоқыс жинаушы кейпінде болған достары да бар еді. Донни бәрін басынан жоспарлап, Рэй мен оның тобын сатып кеткен болатын. Сол себепті екі бірдей қоқыс көлігін дайындап қойған. Бірінде жыртылған ақша, екіншісінде нағы $100 купюралары. Жалпы сомасы $30 миллион. Кейін белгілі болғандай, Донни сол ақшаларды сөмкеден шығарып, автодөңгелектерге салып, Панамаға жіберіп қойған. Қазір ол Лондонда жаңа тонауды жоспарлап жатыр. Егерде видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.